Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге қазыны қалай салу керек, қалай айналдыру керек, осы жөнінде айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен шегімізді жақсылап жуып аламыз. 3-4 мәрте жылы сумен және шекке тұзды жақ қойып жусаңыздар, өте керемет микробтарын, ішіндегі жаман нәрселердің барлығын алып шығады. Мынау шектің ішкі жағы мен аударып жуғанмын. Енді жақсылап жуып болғаннан кейін етімізді дайындап болам дегенше тағы да тұз сеуіп қойдым. Етіміз дайын болған кезде шекті жақсылап шайып жіберіп, аударып қазыны салатын боламыз. Енді етімізге арналған приправалар дайындайық. Яғни чеснок пен қара бұрышпен тұз ғана керек. Чеснокты осылай жақсылап майдалап турап алдым. Сіздер теркадан немесе мясорубкадан өткізіп жасасаңыздар да болады. Мен осылай ыңғайлы болды маған. Енді қара бұрышымызды, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілген қара бұрыш пен тұздың мөлшері көп емес. Сіздерге көп көрінуі мүмкін, бірақ барлық еттің жанына жағып шыққан кезде бұл көп болмайды. Енді шегімізді бір шайып келдім. Ішкі бетін сыртқы бетіне аударамыз. Осылай қолмен аударсаңыздар болады. Шектің өзін кіргізіп, немесе таяқшалармен аударсаңыздар болады. Жақсылап қолын шайып келіп, енді етімізге кірісейік. Мынау жылқының қабырға жағындағы еттері менікі кішкене майлылау болғандықтан мен тағы да ет қосуыма тура келді. Енді жаңағы біздің дайындаған приправаларымызды жақсылап еттің әр жағына, бер жағына жақсылап сылап жағатын боламыз. Етімізді осылай жіңішке етіп, жақсылап өзіңізге ыңғайлы етіп турап алыңыз. Содан кейін қазыға шекке кіргізу оңайырақ болады. Осылай маймен етті араластырып шегімізге сала береміз. Арасында чесноктарын да қосып жіберіңіз, қалып қалмасын. Дәмді болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұдан да керемет, қызықты видеолар салып отырамын. Қазақша контентті қолдап жүрейік. Менің шегім өте ұзын болғандықтан мен 3-ке бөліп, 3 қазы шығардым. Енді мына жерде бітеп қойымыз керек. Сіздер осылай зубочистканың көмегімен кіргізу арқылы бітеп қойсаңыздар болады. Немесе жіппен жақсылап байлап қойсаңыздар болады. Міне қазір мен зубочистканы кіргіздім. Сосын 2 ұшын кішкене сындырып қойыңыздар. Өйткені ұшы өткір болғандықтан басқа қазының басқа жеріне тиіп кетіп, жарып жіберуі мүмкін. Сосын қазыны өте қатты нығыздап, етті нығыздап кіргізбеңіздер. Және қатты да бос болып кетпесін. Орташа, ішінде етіміз де, ауасы да кішкене орташа болып тұру қажет. Міне екінші жағында бекіттім. Осылай шекті кесіп жібердім. Қатты үлкен қазыда, қатты тым кішкентай қазыда шыққан жоқ, орташа көлемді әдемі қазы болып шықты. Енді екіншісін салам. Мінекей қазыларымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Енді осылардың сыртын мен жай жіппен орап шығам. Міндетті емес, бірақ жасап шықсаңыздар, осылай қайнатқан кезде жарылмайтын болады. Кішкене ұстап тұрады жіп. Кейін піскен соң жіпті кесіп алып тастай саласыздар. Мінекей қазыларымыз дайын осымен. Енді морозильникке бірден салып тастамаңыздар, 1 суткадай салқын жерде қойыңыздар. Жайып алсаңыздар тіпті жақсы болады. Жаятын жеріңіз жоқ болса, холодильникте 1 суткадай ұстасаңыздар болады. Ішіндегі приправалар сіңіп, одан кейін пакетке салып, морозилке салып қойсаңыздар, өте жақсы болады.
Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен Алтынай. Сау болыңыздар.